Сәлеметсіздер ме? Күте тұрайық. Жақсы, енді қосылатындар қосыла береді. Ал енді құрметті менің тыңдармандарым, қосылып жатқан тыңдармандарыма қош келдіңіздер дейм, сәлеметсіздер ме дейм. Бүгін Абайдың туған күні. Бәрімізге құтты болсын. Бүгін менің сіңілімнің де туған күні, 10 тамызда. Оны да құттықтап жатырмын. Қазақ елінің мақтанатын күні, ұлы Абайдың туған күні баршамызға құтты бола берсін. Қазір 1 минуттай күтекте сабағымды бастай берейін. Менің эфирімді көрдіңіздер ме? Эфир қалай болып жатыр? Пайдалы ма? Сәлеметсіздер ме? Жаңадан қосылып жатқан тыңдармандар. Бүгін менде соңғы сабақ. Ың әрпін меңгертудің жолдарының 4-ші сабағы. Сонымен бүгін тамамдаймын. Алла қаласа. Сәлеметсіздер ме? Амандасып жатырсыздар. Сәлеметсіздер. Эфир қалай сіздерге? Пайдалы ма? Өздеріңізге бір нәрсе алып жатырсыздар ма? Бір ауыз сөз жазыңыздаршы. Қай контент ұнады? Егер алдыңғы сабақтарды көрсеңіз, қай тапсырма ұнады? Қай жаттығу орындады? Ұнады? Сәлем, Гүлдана. Жақсы, пайдалы болса, өте қуаныштымын. Менің жалпы мынау инста әлемге еніп, дамып,
жатқаныма осы карантин басталғаннан басталды. Қалай карантин басталды, мен де осы инстаграмды қолға алып, жұмыс істеп, пост жазып, бірнеше курстарды өтіп, тиісті білімді алып, меңгеріп жатырмын, өзімді дамытып жатырмын. Жалпы айтарым әлі де көп, 24 жыл еңбек өтілім бар, біраз жинаған тәжірибем бар, әлі де тегін бөлісетін сабақтарым көп болады. Сондықтан егер ұнап жататын болса, әрине онда қатысыңыздар. Жарайды, сонымен сабақты бастайық. Бүгін бізде, құрметті менің тыңдармандарым, менің оқырмандарым, бізде ың әрпін меңгертудің 4-ші жолы. 3 сабақ IGTV-да сақталып тұр. Көріп алыңыздар. Ол қанша сақталатыны мен білмеймін әзірге. Жалпы осы бүгінгі 4-ші күн менің эфирге шығып тұрған, 4-ші рет шығып тұрған эфирім, 4-ші эфирім деп айтсам болады. Әлі инстаграмның қыр-сырын, әсіресе мынау видео IGTV-ға түсір тікелей эфирге байланысты әлі тәжірибем аздау. Сондықтан егер кем-кетік болып жатса, енді айып етпеңіздер. Сонымен 4-ші сабағым ың әрпінің кездесетін орны бұл түбірдегі ың әрпі, яғни түбір сөзде кездеседі. Қалай кездеседі, қашан кездеседі, оны қалай ажыратуға болады. Бүгін сол туралы айтатын боламын. Алғашқы 3 сабақта бұл жалғауларда кездескен болатын. Жалғауларда ол нақты 6 жалғаума, 5 жалғаума, 3 жалғаума, 2-ма, оның бәрін бердім. Оны жаттап алып, сіз еске түсіру арқылы, күнде қайталау арқылы да оны меңгеруге болатын болса, ал ың әрпі таза сөздікпен жұмыс істеуге болатын, мұғалімге сөздік жасап, оқушыларының алдына сол нақты сөздерді ұсыну арқылы ғана жатталатын әдіс. Мен оны қалай орындаймын? Мысалы, ең бірінші бастауыш сыныптың баласы болатын болса, мысалы, мен өзім 5-ші сыныптан бастағанда қалай үйретемін? Ең бірінші мен 2 әріптен, 3 әріптен, 4 әріптен, 5-6 әріпке дейін баратын ың әрпі бар түбір сөздерді жинақтап жазып алдым. Мысалы, мен қазір соны оқып берейін. Мысалы, оң, аң, таң, заң, маң, шаң, кең, сең, тең, тоң, шоң, қоң, ары қарай 4 әріп кетеді. Қаңқ, таңқ, маңқ, кеңк, саңқ, тоңқ, еліктеу сөздер. Аңшы, жаңа, жаңбыр, қаңбақ, жаңғақ, қоңыр, шаңғы, яғни баланың өмірінде, күнделікті өмірде кездесетін сөздерді ең бірінші жинақтап алдым. Таңғы, таңертең, маңай, маңдай, шеңбер, дөңгелек, көкпеңбек, көңіл, жеңіс, жеңіл деген сияқты. Ол кете береді. Өте көп бұндай сөздер. Осындай сөздерді жинақтап, жақсылап тұрып, алғашқы сөздігіңізді бастауға болады. Жазып аласыз. Сосын күнде әр сабағыңызда 3 сөзден ғана беріп отырдым мен. Әр сабақта 3 сөзден ғана берем. Мысалы, оң, аң, таң. Балаларға арнайы дәптер арнаттым ың әрпіне. Сосын осы 4-ші айыру жолына келген кезде балаға 3 сөзді жаздырап, бірінің астына бірі бағанмен 3 сөзді жаттауға бересіз. Ертең келген кезде осы 3 сөзді сұраймыз. Қандай сөздер еді? Алғашқы кездерде ол өте оңай болады. Бір 5 күнге дейін оңай болады. 5 күнде бала 15 сөз жаттайды. Жеңіл сөздер болғандықтан ол оңай болады. Енді бұл жерде маңызды дүние тақтаға жаздырып, одан кейін бала жаттап келгеннен кейін әйгерім сен шық, самал сен шық деп тақтаға жаздырып көру арқылы, есте сақтауын көру арқылы күнде бір 5 минутта арнауға болады. Сонымен бала күнде 3 сөз жаттайды делік, сөйтіп 5 күнде 15 сөз жаттады. Енді ол бала қалай сақтады есіне, оны қалай қолдана алады, оны тексеру үшін мен мысалы осы
15 сөз жаттағаннан кейін балаларға міндетті түрде жаттығу берем. Ол жаттығу мысалы 15 сөз сөйлемнің ішінде, сол 15 сөздің ішіндегі сөз сол сіз берген сөйлемнің ішінде отыру керек міндетті түрде. Немесе 2 сөз, немесе 3 сөз, енді өзіңіз сөйлемді құрасаңыз болады, немесе кітаптан іздеп тауып тізіп алсаңыз болады. Сонымен бала 5 күн сайын мен осы 15 сөзді қайталатып отырам. Енді қараңыз, екінші 15 күн өткеннен кейін, 30 күннен кейін баланың сөздік қорына 30 сөз кірді. Тағы 15 күннен кейін 45 сөз кірді. Міне, бұның барлығын алмастырып, мейлінше бір сөйлемнің ішінде кездесетін болса, тіпті жақсы. Осылай жасатам. Одан кейін ары қарай ұзақ сөздер кете береді. Енді қазақтың сөзі өте көп. Ың әрпінен тұратын, ың әрпі бар сөздер өте көп. Ары қарай не істейміз? Ары қарай, егер 5-ші, 6-ші, 7-ші сыныпқа сабақ беретін болсаңыздар, кәдімгі орфографиялық сөздікте адан бастап бүкілін өзіңіз тізіп қарап шығыңыз. Адан бастап қай сөзде ың әрпі бар? Әсіресе ең бірінші мен күндегі қолданылатын сөздерді тізіп алам. Одан кейін барып мен қиындық келтіретін сөздер, көркем сөздерді артына қалдырам, соңына қалдырам. Себебі ең бірінші біз міндетті түрде біздегі қағида ол жеңілінен оңайға қарай жүру керек деген қағиданы үнемі еске сақтаймыз. 3 алдық, 3 сөзді бердік. Біраз уақыттан кейін ол баланың сөздік қоры молайып, ыңды меңгере бастағаннан кейін барып 4 сөз қосуға болады. Ары қарай 5 сөзге қосуға болады. Сонда өзіңізде де сөздік дәптер болады, балада да сөздік дәптер болады. Жылма-жыл оны көбейтіп қосып отыруға болады. Міне, осылайда жаттаттырып еске сақтауға болады. Келесі жаттығу, бұл ұйқасты тап. Тағы да кешегі ойынға ұқсайды, бірақ та оны мен былай жасатам. Мысалы, балаға мен бірінші жолды берем, ал екінші жолдың ұйқасты ол міндетті түрде ың әрпі бар сөзбен жасау керек. Мысалы, қараңыздар, қазым менің қаңқ етті. Оны анық бересіз. Қаңқ етті. Егерде слайд болса, интерактив тақта болса, немесе тақтаға жазатын болсаңыз, бірінші жолды міндетті түрде баланың көз алдында жақсылап тұрып жазып қоюға болады. Ыңның астын сызып қоюға болады. Немесе сол саңқ деген сөзді домалақтатып, белгілеп, көзіне бадырайтып көрсетіп қойыңыз міндетті түрде. Енді екінші жолды жазамыз. Қараңыз, қазым менің қаңқ етті, Айгүлдің даусы ары қарай қалады. Қандай ұйқаспен байланыстыратын едіңіз? Ол ұйқастың ішінде ың әрпі болу керек. Ал қанекей, ойланып көріңіздерші. Қазым менің қаңқ етті, Айгүлдің даусы етті. Етті. Жаңағы көп нүктенің орнына қандай сөзді қолданасыздар? Айгүлдің даусы. Бала жазатын сөзде ұйқаста ың әрпі отыру керек міндетті түрде. Қазым менің қаңқ етті, Айгүлдің даусы саңқ етті. Дұрыс айтасың, Әйгерім. Көрдіңіз бе? Бала біріншіден бұл жерде тағы да ың әрпі бар сөзді іздейді. Енді қараңыз, бұл жерде тағы да сіздің есте сақтайтын нәрсеңіз баланың жаттаған сөзінен аласыз. Бұл жаттығуды баланың жаттаған сөзінен. Саңқ етті. Жақсы, Саягүл. Келесі. Арайлап атты таң. Таң дегенде ыңмен аяқталып тұр. Енді әдемі болды. Сіздер сөз айтыңыздар. Арайлап атты таң. Әдемі болды. Не? Арайлап атты таң. Әдемі болды. Қандай сөзді байланыстырамыз? Таң деген сөзбен қандай сөз ұйқасып келеді? Маң.
деген сөзді алуға болады. Маң. Арайлап атты таң, әдемі болды маң. Әйгерім, дұрыс айттыңыз. Сөздер ұйқасты. Екі сөзде де ың әрпі бар. Көрдіңіздер ғой, Келесі мынандай тағы да бір жаттығу беріп жіберейін. Тамаққа малынды жең. Мына көйлектің жеңі, киімнің жеңі. Тамаққа малынды жең. Төрт қабырғасы жең деген сөзбен ұйқасатын сөз болу керек. Ал ойланайық. Тамаққа малынды жең. Төрт қабырғасы қандай сөз жазамыз? Кең. Төрт қабырғасы кең дейді. Төрт қабырғасы кең деп тең деп те алуға болады, тең деп те алуға болады екен. Сонда баланың жаттаған сөзінен ол өзі қандай сөз жаттап едім деп соны іздеп кетеді, ойланып кетеді. Баланың ойлау дағдысы қатар дамитын болады. Міне, мен сіздерге 3 жаттығу бердім. Осы сияқты жаттығуларды сіздер де құрастырып бере аласыздар. Енді бұл жерде қараңыз. Бірінші тармақ пен екінші тармақ мағынасы жағынан байланысу керек пе, керек емес пе? Ол қатты маңызды емес. Егер оны маңызды деп тапсаңыз, онда өзіңіз, Саягүл дұрыс. Онда сіз маңызды деп тапсаңыз, онда сіз мағынасы жағынан өзіңіз үйлестіріп әкеліңіз. Мысалы, жаңа мен бірінші берген қазым менің қаңқ етті, Айгүлдің дауысы саңқ етті. Мағыналас жағынан мағыналас болып тұр. Ал егер тамаққа малынды жең, төрт қабырғасы тең десек, онда аса мағына жоқ. Арайлап атты таң, әдемі болды маң десеңіз, кәдімгідей тап-тамаша бас аяғы жинақталған бір екі жолдан тұратын шумақ шығып тұр. Міне, осылай да балаға үйретуге болады. Сіз мына жолды да таңдасаңыз болады. Ол енді осының таңдауыңызда. Міне осындай. Келесі, үшінші қандай тапсырма орындатам. Балаңыз біраз сөздерді меңгерген кезде еңбегіңіздің зая кетіп жатыр ма, бала меңгеріп жатыр ма, меңгермей жатыр ма, соны білу үшін сіз міндетті түрде баладан диктант алуға болады. Сөздік диктант алуға болады, қалай меңгергенін білу үшін. Одан кейін оны өзіңіздің көшбасшыңызға тексертесіз, көмекшілеріңізге. Немесе тағы да мынандай жаттығу алам. Мысалы, менің мақсатым оқушылардың ың әрпінің меңгергенін, меңгермегенін бақылау мақсатымда. Мынандай дескриптор болады. Ың әрпінің орнын анықтайды. Сөздегі ың әрпі бала дұрыс таба ма, дұрыс таппай ма. Бұл жаттығуды әсіресе әбден 4 жолды меңгерткеннен кейін жасаған өте ыңғайлы. Енді сіз бердіңіз, үйреттіңіз, енді бала қалай қабылдап жатыр, соны тексеру үшін. Қандай критерий болады бұл жерде? Бала міндетті түрде критерийге назар аудару керек, осы критерийді орындау керек. Ың әрпі бар сөздің астын сызады, бірінші критерий. Сіз көп сөз бердіңіз, көп сөз бердіңіз, 15 сөз, 20 сөз, өзіңіз білесіз. Немесе сөйлем беріңіз. Әр сөйлемнің ішінде 2 ың әрпі бар сөз болсын, міндетті түрде. Мысалы, бір сөйлеміңізде 1 ың әрпі бар сөз болса, екінші сөйлемде 2-3-ден болса тіптен тамаша. Жалғаумен түбірді араластырып бере беріңіз. Келесі, екінші критерий, сол ың әрпі бар сөзді тапты ғой балаңыз, оның астын сызып қойды, енді соның үстіне жасалу жолын анықтап жазу керек. Түбірдегі ың, немесе тәуелдік ТЖ екінші жақ, немесе жіктік жалғауы ЖЖ екінші жақ, немесе бізде қай жерде кездесті тағы да жіктік тәуелдік ілік септігі С дей салат болды. Сонда сіз білесіз, бала қаншалықты меңгерген, қай жолын меңгеріп отыр, бала қай жолын меңгермей отыр. Мен осылай жаздырам. Асты сызылғаннан кейін сол сөздің үстіне қарындашпен әдемілеп жаза қояды. Оны тексерген кезде сіз баланың меңгергенін осылай сараптап, саралап аласыз. Міне, құрметті тыңдармандар, менің оқырмандарым, осылай ың әрпінің жолдарын
мен меңгертіп жатырмын, меңгерттім, қаншама оқушыларды қолымнан ұшырдым, ыңарпын меңгеріп кеткен оқушыларым өте көп. Ыңарпын айта алмаса да сауатты жазуға үйреніп кеткен, төселіп кеткен оқушыларым бар. Сондықтан да ыңарпын айта алмайды екен деп балаға бейжай қарауға болмайды. Бұл енді менің алға қойған ең бірінші мақсатым сондай. Мұғалім, қазақ тілі мұғалімі болғаннан кейін бастауыш сыныпта оқитын оқушылармен жұмыс істегеннен кейін міндетті түрде мен осы ыңарпын қосымша алып отырам. Баланың білмегенін бірінші анықтап алам, біле ме, білмей ме. Егер білмесе, мен міндетті түрде соған 5 минутымды арнап отырам күнде. Егер де осы мен айтқан әдістерім пайдалы болса, сіздер де оны қолдансаңыздар болады. Енді мен кешегі күні сабақты өткізіп отырып, маған мынандай инсайт келді, өзіме жақсы бір идея туындады. Осы ыңарпінен жақсылап тұрып бір мұғалімдерге әдістемелік көмек жазғым келіп тұр. Әдістемелік көмекті ашып жібересіз де, кез келген жаттығуды алып орындай бересіз. Қазіргі заманда тағы да бір енді кемшілік деп айтамыз ба, қазіргі замандағы бір қол жетпей тұрған нәрсеміз бұл уақыт қой. Уақыт деген тапшы болып тұр. Тапсырма көп мұғалімге берілетін. Жазатын жазуымыз көп, әр оқушымыз бар, әрқайсысына көңіл бөлуіміз керек. Сондықтан сіз жаттығуды іздеп отыруға, сөйлемді іздеп отыруға кейде уақыт таппай қалатын кездеріміз болады, иә. Мен енді сол кешегі маған келген инсайт, осылай өзімнің жинақтаған жаттығуларым бар, сөздер бар, қаншама тапсырмаларым бар. Тағы да оған қосып, сондай бір әдістемелік құрал жазуым керек шығар деп ойлап қалдым, мұғалімдерге көмек ретінде. Егер де осыны алдағы уақытта жүзеге асырып жатсам, оның барлығын сіздермен міндетті түрде бөлісетін боламын. Иә, өте жақсы идея туындады кеше маған сіздермен жұмыс істеп отырып. Ал енді құрметті оқырмандарым, эфирге келіп тыңдағандарыңызға көп рахмет. Кейін де эфирді көріп жатқандарыңыз болса, сіздерге де рахмет. Осындай тегін сабақтарымен әлі де бөлісіп тұрамын, тағы да айтам. Егер де сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынмын. Сіздерге тағы да көп рахмет. Қош сау болыңыздар. Осымен ыңарпының 4 айыру жолы, 4 меңгерту жолы жолына арналған сабақтарым аяқталды. 4 жолға 4 сабағымды арнадым. Әлі де қаншама негізі айтуға болатын нәрселер өте көп екен. Ол тағы да алдағы уақыттың еншісінде. Тағы да кездескен кезде сол туралы сөз қозғайтын боламыз. Рахмет көп. Кездескенше эфирде. Сау болыңыздар.